Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен ерекше дәмді қазан самсан рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін қалдыра кетіңіздер. Ал видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге қазан самсанын дайындайсыздар. Ал ендеше қазан самсамызды бастаймыз. Алдымен бізге 2 пиала су құямыз. Үстінен 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа. Осыларды араластырып, үстіне ұн қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мына қамырымызды илеп болдық. Енді осыдан 2 зуала шығатындай болады. Оған дейін біз фаршымызды дайындап алайық. Негізі етті свежий ет болса, қолмен жайлап майдалап турап істеген жөн болады. Ал бізде свежий ет болмағандықтан фаршты жұмсай бердім. Үстіне құйрық май қосамыз. Құйрық майды майдалап турап, үстінен пияз тураймыз. Міне пиязымызды турап болдық. Енді үстіне тұз қосып, 1 шай қасық тұз қосып, дәміне қарай зира қосамыз, бұрыш қосамыз. Осыларды жақсылап араластырып, кейін уже қамырымызды жаюға кірісеміз. Міне бізде 2 зуала қамыр. Енді осыларды жақсылап жұқа етіп жайып шығамыз. Міне қамырымызды жайылып болды. Енді 2 зуала қамырымызды жаюға кірісеміз. Міне 2 зуала да жайылып болды. Енді осының үстіне сары май, маргарин жақсаңыздар да болады, немесе үйде бізде табиғи тоң май бар. Соған азғана ақ май араластырып, сұйық май араластырып, тоң майды ерітіп, үстінен қосып, осылай жағып шығамыз. Осылай жағып, ораймыз. Екіншісінде соңына қарай осылай қосып жібереміз. Оған да май жағып, екеуін бірге орап шығамыз. Міне қамырымызға май жағылып болды. Морозильникте 5-10 минутқа салып аламыз, майымыз қатырып. Енді осыларды кесіп, мына ортасынан домалағын ашып шығамыз, қатпарларын. Енді осы кесіп болған қамырларымыздың бәрін домалақ етіп жайып шығамыз. Кескен кезде де үлкендеу етіп кесеміз, өйткені қазан самса көлемі сәл үлкендеу болады. Міне осылай жайып шығып, үстіне фаршымызды салып шығамыз. Домалақ етіп түйсеңіздер болады, 4 бұрыш етіп түйсеңіздер де болады. Осылай астын жақсылап жабыстыру керек, ашылып кетпес үшін. Сосын осылай қазанымызды қыздырып, астына жұмыртқаның ағын бөліп аламыз, сарысын бетіне жағатын боламыз. Осылай ағын кесеге құйып, бір батырып, жабыстырып шығамыз. Жұмыртқаның ағын. Осылай айналдырып, жабыстырып шығамыз.
бетіне жабыстырып болдық. Енді жаңа бөлінген жұмыртқаның сарысын енді бетіне жағып шығамыз. Самсамызды жабыстырып болдық. Енді осының бетін жауып, 5-10 минутта беттерін ашып, буын шығарып тұрамыз. 25 минуттан кейін осы қағазданды төңкеріп, бетінде қызартып аламыз. Осылай. Міне беті де қызарып болды. Ал самсамыз дайын болды. Сіздермен болған Ұлшан Исламдин қызы, менде бәрі бар YouTube каналы, менде бәрі бар. Ал сіздерге ас болсын. Алда көптеген рецепттер болады. Маған қолдау ретінде лайк басып, коммент қалдыра кетіңіздер. Сау болыңыздар.